Сәлем менің қымбатты достарым. Бүгін мен сіздермен дәмді майсөк рецебімен бөліскім келіп отыр. Мен бұл жерде азғана жасаймын. 300-400 грамм тарыны алып, жақсылап 2-3 қайтара жуып алам. Достар, оны жақсылап жуатын себебіміз тары базарда жайылып ашық түрде сатылады, және де дүкен сөрелерінде де ол ашық түрде тұрады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай көзге көрінбейтін шаң, яғни қап-қара лайқа су шығады. Тарының өзі де түрлі өңдеулерден өткізіледі. Аппараттан жағына артық заттарды бөліп алып жатады, оны ешкім жуып тазаламайды. Сол себепті ішіне өзіңізге ұнамаған нәрселер тастары болып жатса, жақсылап іріктеп теріп аласыз да, осылай жылы сумен електен өткізу арқылы жуып тазалап аласыз. 2-3 қайтара жуып алсаңыз жақсы болады. Мінекей, жақсылап жуып тазалап алдық. Енді таза ыдысқа барынша қақпағы бар эмальді ыдыс алғандарыңыз дұрыс. Алюминді ыдысты қолданбаңыздар. Алюминнің өзінің түсі шығып кетуі мүмкін. Барынша осылай эмальді ыдыс қолданыңыздар. Мінекей, тазаланған тарымызды тостағыма орналастырдым, және де тарының өзінен 2-3 елі, былайша айтқанда 3 сантиметрдей артық су құясыздар. Тары батып тұру керек. 2-3 елі жоғары артығымен құясыздар. Мінекей, видеода көрініп тұрғандай. Және де осы тарымызды алауға қоямыз, отқа. Астын жақсылап бір қайнатып аласыздар. Қайнағаннан соң астын пәсейтіп қайнатамыз. Беті осылай жабық болу керек. Мінекей, қайнады. Қайнап шыққаннан соң обязательно жиі қозғап тұру керек. Егер жиі қозғамасаңыздар, асты жабысып қалуы мүмкін, және де астыңғы жағы қабаттағы тарылар езіліп пісіп, бетіндегілер онша піспей қалуы мүмкін. Сол себепті және де жабысып біраз әбіржіп қалуыңыз мүмкін. Бетін жауып қойып, бірақ жиі ашып қозғап тұрамыз, сол дұрыс. Достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп жатсаңыздар да мен өте қатты қуанамын. Және менің рецебім бойынша жасап көрсеңіздер, менімен кері байланысқа шықсаңыздар да, сіздермен қуана ой бөлісемін. Сіздердің әрбір ойларыңыз маған маңызды. Әр айтқан ұсыныстарыңыз, пікірлеріңізге мән беріп, содан шабытталып, кәдімгідей келесіде бұдан да жақсы не істеп көрсетсем екен, қандай рецеппен бөліссем екен деген менде жақсы идеялар туындайды. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз, сөздеріңіз маған керемет мотивация береді. Міне, тарыларымыз дайын болды. Суы жақсылап тартылуы керек, тартылғаны дұрыс. Және жақсылап тартылып болғаннан соң үстіне сүтті құйып аламыз. Оны да електен өткізгендеріңіз дұрыс. Егер сиырдың сүті болатын болса, електен өткізбей құя берсеңіздер болады. Алдын ала өткізілген болса, мен бұл жерде ешкінің сүтін қолдандым. Мінекей, сүтім бір қайнап шыққаннан соң осылай арасын жиі қозғап тұрған жақсы. Сүтті өзінің көлемімен бірдей, я болмаса бір елі кемдеу құйыңыздар. Егер де артығымен су сияқты құятын болсаңыздар, тарыларыңыз өте қатты езіліп, ботқа болып қалуы мүмкін, және де өте сулы болып, көже болып кетуі мүмкін, ешқандай формаға салуға келмей қалуы мүмкін. Сол себепті сүтін аздап кем құямыз. Міне, тарымыз почти осымен дайын. Үстіне мен 4-5 ас қасықпен шекер салдым.
ол деген сөз тәттілігі орташа болады деген сөз. Ал егер сіздер тәттілігін қатты ұнататын болсаңыздар, тағы да 2-3 ас қасықпен артық салсаңыздар болады. Міне тарының өзі 300 грамның өзі қандай көп болып әжептәуірге жетеді. Үлкен ауызашарға беймарал жетеді. Мінекей, бұл өте дәмді. Не то что ауызашар, жас босанған аналарға да керемет пайдалы. Тарыны жеген жас аналар сүті қоюланып, маңызданып, бала жақсы салмақ жинайды. Пайдасы болмаса, еш зияны жоқ ас. Үлкен кісілерге де жақсы күш-қуат береді, гемоглобинді көтереді. Былайша айтқанда, адамды күні бойы тоқ қылады. Ауызашарға беретін себебі де сол себептен, адамға жақсы күш-қуат береді. Мінекей, сүтімізді жақсылап қайнап, пісіп, біршама сүті тартылып, тарыға сіңеді. Тәттілігінде осы кезінде салсаңыздар, өзіне сіңіп тұрады. Алаудың астын өшіріп, шамамен 150 грамдай сары май салсаңыздар болады. Күйдірілген май болса да болады. Оның дәмі вообще күшті болады. Мінекей, мен қолдағы бар магазиннің 72% майын салдым. Жақсылап осылай майы ыстығында, өзінің ыстығына ерігенше араластырып аласыздар да, тарымызды жылы жерге орап қойып қоясыздар. Сонан соң 1-2 сағат тұрған. Жоқ дегенде 30-40 минут тұрған жақсы. Сонан соң өздеріңізге ұнаған ыдысқа, ұнаған формаға орналастырып, дастарханға тарта берсеңіздер болады. Дәл осы рецептпен жасап көріп, менімен кері байланысқа шықсаңыздар болады. Ас болсын.